О, бұл сен бедің үкі. Кәне қалып қойма. Вайнода? Яғни Вайноданың басы. Тосын жайттар болып жатыр ма? Энджел? Гамми? Жоқ, бұл тосын жайт қана емес. Бәрі есінен адасқан сияқты. Сүйкімді пони, сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сені көп күттік. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі, Мейірім, жүрекпен сыйларсың бізге. түрлі оқиғаның. Сәніміз ғажайып біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, біз болайық бәріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Кім мақта? 7-ші бөлім. Үй жануарларым азаңдалса, кешір, Рейнбоу. Қане, тез кешірім сұрау, Пау. Ол кешірім сұрады. Мұнда неғып жүрсіңдер? О, біз үнемі үй жануарларын осы саябақта серуендетеміз. Рас па? Апта сайын, дәл осы уақытта. Мен білетін шығар деп ойладым. Білмеуші ме едің? Ол білмепті. Әрине, біз Рейнбоу Дэшті шақырамыз деп ойладық. Тек әлгі... Біз сені шақырмақшы болғамыз, Рейнбоу, бірақ Твайлайт үй жануарың жоқ екенін айтты. Ал Рарити түстен кейін ұйықтауды ұнататыныңды айтты. Эпплджек ол келмейді деді. Флаттершай екеуміз бұған келісіп, былай бас етедік. Өтінем бізге ренжімеші. О, ренжімеймін. Сендердікі дұрыс. Үй жануарым болмаса сендермен апта сайын серуендеге шыққанынан не пайда? Дұрыс айтасың. Ал енді бізге ренжіме. Қане, Флаттер. Тоқтай тұрыңдар. Үй жануарымның жоқ екені рас, бірақ менде үй жануарымның болғанын қалаймын. О, рас па? Үй жануарымның болғанын қалайсың ба? Шынымен бе? Менің үйімде небір әдемі жануарлар бар. О, білем, сен оларды жақсы көріп кетесің. Олар сені жақсы көріп кетеді. Сосын мәңгіге жақын дос боласыңдар. Мен көмектесуге дайынмын шақырбым. Айналаңа қара мұқият бақылау біреу күтіп тұр сені бәлкім. Тезірек тапсам екен, мұны айтамын тек саған. Өзі ер жүрек батыл болсын дәл мендей, жақсы көремін тек сонда. Жарайды, Рэмбоу, сонымен жануарлар өте көп, тек сен айналаңа қара. Маған керегі мен секілді ең мықты жүрегі. Міне, мүмкін көжек. Ол өте ақылды секіре білет. Сүйкімді көжек пе? Ол жарамайды. Сөзіме сен, көмегіме сүйен. Тағы көрек бағыңды сынайық. Кеттік, көктен іздеме. Көк деген жақсы ғой, мен шалам. Рас па? Меніңше мына мұршай сенімен тіл табыса алатын сияқты. Қарашы, сен оған ұнайсың. Жоқ. Жануарлар жетеді, алсаңшы қалағаныңды. Камшат пен итбалық, мейірімділер. Бірақ олар шалмайды ғой. Мүмкін, алайда судан секірген кезде бұл итбалық 3 метрге дейін ұшады. Болды, кездескенше. Мұнда саған ұнайтын жануар бар шығар. Қоңыз немесе шегіртке ұнай ма? Үлкенірегі жақсырағы керек. Үлкені жақсысы жарайды. Ағашта секіріп ойнаған, үлпілдек тиын саған ұнай ма? Бұл әншейін тиын ғой? Бұл әншейін тиын емес, ұшатын тиын. Я, бірақ маған керегі бұл емес. Жоқ бұл емес, айтып едім ғой өзім сияқты жүйрік керек. Өте батыл, ұша алатын, қорықпай төменге қарайтын. Саған
ұшалатын жануар керек қой. Солай ма? Мына жерде ұшалатын жәндіктерде саналуан. Қалықтап жүр мінекей калибри мен көбелектер. Жоқ, бұлар емес. Сосын аралар бар, және үкілер де бар. Небір ғажайып аңдар мен құстар да бар. Бүркіт пен қаршыға да көкке қалықтайды. Қарасаңшы міне жарғанат, онда бар қос қанат. Жаман емес, тек біреуін емес, бірнешеуін таңдағым келіп тұр деймін. Қалай таңдаймын, барлығы ұшалады. Меніңше мұның түк қиындығы жоқ. Бұл жарғанат ғажап, араны алғым келді. Ала қоржынды алсамшы бірақ. Жоқ. Мінекей қоқи қаз бар, дәл сенің жаныңда. Қайсысын таңдаймын? Таптым, байқау. Маған бір ой келді, ең мықты аңқос жеңеді. Жүйрексің, батылсың. Жолым болды дей бер, жеңімпаз анықталады. Оның түріне мән берейікші. Бәрінің де бағын сынып көрейікші. Жануарлар мықты. Дәл мендей. Ал ендеше байқау басталсын. Жеңімпазды анықта. Ең атақты ғажайып болады мына дәл бізде. Ең мықты жеңет. Ең мықтысы жеңет. Сонымен, әркім өзін менің үй жануарым болуға лайық санайды екен ғой. Жақсы, қазір көреміз. Егер жарысқа қатыса алмаймын дейтіндер болса, достарыңның алдында масқара болмай тұрғанда, қазір кетсін. Бұл жарыс әлсіздерге арналмаған. Сендер өз мүмкіндіктеріне сай әрекет етуге тиіссіңдер. Қолыңнан басқа түк келмей ме? Енді жөнге келдің. Менің тобыма тек біреуіңе ғана орын бар. Менің үй жануар мүмкін емес нәрсеге қол жеткізуі тиіс. Сұрақтарың бар ма? Менің сұрағым бар. Ол үй жануарына не керек екенін түсіне ме? Я, мәселен қамқорлық, ықыласқа бөлеу, жақсы көру және сағыз. Мұқият бол, және қолыңнан келгеннің бәрін істеп көр. Флаттершай тасбақа ма? Оны мұнда не үшін әкелдің? Шын мәнінде бұл тұщы суда мекендейтін тасбақа. Ол бұрыннан біреудің үй жануары болуды армандайды. Оған мүмкіндік берші, ол бөгет жасамайды. Жоқ. Оның қатысуына рұқсат етші. Бірақ ол бірден артта қалып қояды ғой. Қарашы. Сенің нең кетеді? Бірақ Қатысып көрсін. жарайды. Бірақ саған ескертіп қояйын. Бұл ойнайтын нәрсе емес. Сонымен, бұл жарыс менің үй жануарымның бойында қандай қасиет бар екенін білуге көмектеседі. Кімнің жылдам? Етті. Батыл. Талғамы бар. Көркем. Дауысы бар. Сүйкімді екенін көрелік. Меніңше бұл тым артық. Сен солай ойлайсың ба, Твайлайт? Сол себепті ешқашан менің үй жануарым бола алмайсың. Жылдамдық. Сөреге тұр. Дайындал. Жылдам. Онша емес. Жаман емес. Сәл жылдамдат. Жылдамдық деп осын айт. Жарайсың. Өкінішті. Ептілік. Жаман емес. Нашар. Жарайсың. Талпына түс. Ептілікке ненің кереғар екенін білесіңдер ме? Мынау. Алға! Я, ептілік деп осын айт. Мені күттіріп қойдыңдар. Осы үшін ұпайынды кемітем. Қане, опалдан сүйікті ойыншы
шығын тартып алуға кімнің батылы барар екен? Батылдық деген осы! Талғам! Үй жануарым, менің жанымда әдемі болып жүруі тиіс. Дауыс! Жаман емес. Нашар. Жаман емес. Қалпын. Жарамайды. Естілмей тұр. Ха, оның қабілеті бар. Жаман емес. Жағымсыз естіледі. Тағы талпынып көр. Я, керемет! Сен бұлай істедің. Бар мүмкіндігің осы ма? Уа, неткен ғажап! Бірақ бұл жолы бірнеше ұпайынды кемітуіме тура келеді. Тыңда. Тасбақа. Мейлі. Сен тырыстың, бірақ екеуміз де кімнің қолынан бәрі келетінін, кімнің қолынан түк келмейтінін білеміз. Сен жарамайсың. Жарайсың. Айтайын дегенім, сен тырыстың, рахмет. Бар мүмкіндігіңді көрсеттің. Қатысқаның үшін алға беретін шығармын. Бірақ қазір үйіңе қайт. Менің ығырымды шығара бастадың. Қанша дегенмен сендер мықты бақталасыңдар. Тек біреуіңді ғана таңдай алам. Сондықтан соңғы шешуші сынақ бар. Және бұл... Ал қазір тамаша үзіліс. Жарыс! Кеттік! Елестер шатқалында жарысамыз. Бастаймыз! Сақ бол. Шын мәнінде бұл шатқал мүлде қорқынышты емес. Тіпті қызық. Мен мұнда талай келгенмін. Сондықтан тобымызды мен басқарам. Сонымен, менен қалыспай, мәре сызығынан кім өтсе, сол үй жануарым бола алады. Мұқият тыңдаңдар. Олай болса, дайынсыңдар ма? Кеттік! Қалып қоймаңдар! Қуып жете алмайсыңдар! Қане, тезірек! Жеңгілерің келетін шығар. Айтпаппын ғой. Жылан балықтардан сақтаныңдар. Олар үңгіріне жақындағанды ұнатпайды. Осылай.
олай болуы мүмкін емес. Бұл жерде ұзақ отырғым келмейді. Бұл тым ұзақ қой. Кім бар? Кім бар? Ей! Қайсың барсың? Көмектесіңдер! Дауысымды естіген екен. Рахмет. Сен? Қап, бұл жерде мәңгіге қалатыным аздай. Жанымда мына сүйкімсіз тасбақа бола ма? Эх, біттім. Эх, біттім. Құрыдым. Ой. Қызық екен. Мұнда бір гәп бар. Рейнбоу Дэш қайда? Сұмдығай ана жерде жар қопарылыпты. Рейнбоу. Мәссаған. Қараңдар, әне. Тасбақа ғой. Және? Міне қызық. Өзі бірдеңе арқалап алыпты. Бұл Рейнбоу Дэш. Олардың алдарынан шықсақ қайтет. Алақай! Жарадыңдар! Алақай! Жарайсың, тасбақа. Мерт болмағаныңа қуанып тұрмын. Тәкаппарлығымнан түк қалмады. Шаң болса да аман қалдың ғой. Әрине, енді Рейнбоудың да үй жануары бар, біздікі секілді. Рахмет, мен саған қарыздармын. Рейнбоу, үй жануарын сені күтіп тұр. Я, дұрыс. Бірақ не болды? Жақсы дос таптың ғой, е? Қалағаныңдай бәрінен асып түсті. Ол жақсы шалады. Таған саламыз ба? Бұл құс екеуің жақсы үйлесесіңдер. Болды. Ештеңеден қорықпа. Сұңқардың әдемі екені рас. Досымның осындай болғанын қалап едім. Рас па? Бірақ мәреге менен бірге кім жетсе, сол досым болады деп айтқанмын. Я, солай дегенсің. Дұрыс, ереже сондай. Алайда маған бір ғана қатысушы көмектесті. Ол екеуміз мәреге бірге келдік. Ол біздің тасбақа. Мінекей! Алсын қаршы. Қараңдар, ол тіпті жымыйса да асықпайды екен. Спайк, жас! Құрметті Селестия ханшайым, менің болашақ үй жануарым ең бастысы сымбатты болу керек деп ойлайтынмын. Ал енді қатты қателескенімді түсіндім. Бүгін жігерлі болудың, табандылықтың бастаған істі аяқтауға талпынудың қаншалықты маңызды екенін түсіндім. Нағыз жеңімпазды осылай анықтауға болады екен. Ал мынау тасбақа? Табанды. Дұрыс, оны тоқтату мүмкін емес. Оны тәңк деп атаймын. Бірақ Рейнбоу Дэш, сен ұша алмайтын үй жануары керек емес деп едің ғой. Өйткені ол бөгет жасайды дегенсің. Болды! Бол, тәңк! Әйтпесе үй жануарлармен бірге баратын алғашқы серуенге кешіп қаламыз. Тыңдаңдар! Рейнбоу Дэш табынушылар клубының отырысын ашық деп жариялаймын. Бірден басты мәселеге көшейік. Мен Рейнбоу Дэшті Понивиллидағы ең жақсы пони деп жариялауды ұсынамын. Қолдаймын. Және айтайын дегенім, сөздіктен ең үздік деген сөзді іздесеңіздер, жанынан Рейнбоу Дэштің суретін көресіңдер. Мен қарсымын.
Бұл сөз ескіріп қалды. Rainbow Dash одан да жақсата қалайық. Мен Rainbow Dash'ты ең керемет пони деп атауды ұсынамын. Ең керемет бар болғаны осы ма? Мен оны ең ғажап пони деп атағым келеді. Ғажайып. Ерекше, Мінсіз. сымбатты. Ерекше ғажап, мінсіз сымбатты десекші. Иә, ғажап. Rainbow Dash'ты Понивилиядағы ерекше ғажап, мінсіз сымбатты пони деп атауға келісетіндер, я деңдер. Ғажап. Сүйкімді пони, сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сені көп күтті. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі, Мейірім, жүрекпен сыйларсың бізге түрлі оқиғаның. Сәніміз ғажайып, біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, біз болайық біріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Жұмбақ қорғаушы 8-ші бөлім. неткен ғажап күн. Бұлттарға оранып алып, тыныштыққа бөленгенге не жетсін? Көмектесіңдер! Көмектесіңдер! Көмектес! Бұлттарға шомылмай қоя тұру керек. Мен Rainbow Dash'пын, сені құтқарам. Мәссаған, бұларға не болған? Бәріңе рахмет. Бұл түкте қиын емес. Жоқ, олай емес. Сен қаһармансың, Rainbow Dash. Rainbow Dash ғажап пони. Деңдесіз пони. Мәссаған, балақайға бірдеңе болған сияқты. Бәрінің сүйікті қаһарманы Rainbow Dash'ке сәлем берген жоқ. Rainbow Dash'тың керемет қасиеттерін сипаттауға сөздіктегі сөз жетпейді. Мен бірнеше жаңа сөз ойлап табармын. Олардың арасында қарапайым деген сөздің болмайтыны анық. Керемет. Жоқ, ол шынымен жарады. Бүгін ауа райы керемет. Қорықпаңдар, Rainbow Dash келді. Ол сендерді құтқарады. Жарайсың, Rainbow Dash. Сен жарадың. Rainbow Dash. Rainbow Dash. Естілмейді. Rainbow Dash. Rainbow Dash. Rainbow Dash. Rainbow Dash. Rainbow Dash. Маған сенбейтін шығарсыңдар, бірақ мына ұран сөздер Rainbow Dash'тың басын айналдыратын болды. Сенікі дұрыс. Шығар. Сосын зу етіп, құдыққа түстім. Мен мұның қауіпті екенін білдім, бірақ тоқтаған жоқпын. Бұдан былай менің атым қауіпті, Rainbow Dash. Ойланып қарасам, сол күні ерлік жасаппын. Сол күні жасаған ерлігін енді мақтанып айтып тұр, қараш. Әй, Applejack, әлемге әйгілі болғың келе ме? Түсінбедім. Спайк, сен жазып тұрсың ба? Иә, Rainbow Dash маған өмір баянын жазуды тапсырды.
Бірақ понилер өз өмір баянын өздері жазуы керек. Мүмкін, жай понилер солай істейтін шығар. Ал менің өзгелерді құтқарудан қолым тимейді. Сондықтан Спайкты жазушы елес ретінде жалдадым. Спайк, елес! Қысқасы, Спайк менің айтқан сөздерімнің бәрін жазып жүреді. Солай ма, Спайк? Солай ма? Спайк. Жаздым. Есесіне мен ешбір понидың жасауға батылы бармайтын, ерлік жасауға бар өмірімді арнай алам. Иә, батылдық қана емес, ақыл да қажет. Кейде түсте ұйықтап алу да қажет. Кез келген пони қаһарман бола алмайды, ал мен бола алам. Қазір, алағай. Бір күні мен де сіз сияқты болам. Мүмкін, балақай, бұл тек оңай шаруа емес. Көмектесіңдер! Сен оған көмектеспейсің бе? Иә, әлі оған секунд уақытым бар, үлгерем. Бұл оңай шаруа емес. Рейнбоу Дэш көмектесіп үлгерер ме екен? Әлгі пони ғайыптан пайда болды ғой. Мұндай ғажайыпты көрген емеспін. Дұрыс айтады. Енді Понивилияда жаңа қаһарман бар. Ол бүгін ерлік жасады. Мен бетперде киген пониді жұмбақ қорғаушы деп атағым келеді. Міне, жұмбақ қорғаушы. Қорғаушы? Ол пони менен аулақ жүруі керек. Понивилияда бір ғана қорғаушыға орын бар. Ол қорғаушы мен. Түсіндіңдер ме? Қорықпаңдар, Рейнбоу Дэш келді. Ол Кешіріңіз, бұл сөзіңізді айтпай-ақ, бізді құтқарсаңыз қайтеді. жарайды. Өзіңіз біліңіз. Рахмет сізге. Мәссаған, бұл пони менен күштірек пе? Жарайды. Қорғаушыға керегі күш қана емес. Мен оған оны түсіндірем. Қорықпаңдар, Рейнбоу Дэш келді. Қорықпа! Қазір! Мен қазір! Қара! Ей! Абайла, қазір құлайды. Солға, оңға. Ой! Тағы да солға. Солға. Болды, аман қалдың. Сонымен қорғаушы, соншалықты жылдам емес екенсің. Менімен бақталасқың келсе, тезірек қимылдауыңа тура келеді. Мен найзағай секілдімін. Негізі бұл пони бізді құтқарды. Жанымызды аман алып қалды. Алақай! Алақай! Жарайды. Ол күшті. Жылдам екен. Және не болғанын алдын ала біліп қояды.
Мен күш салуым керек. Бөгет жарылса бүкіл қаланы су басады. Паневилияға қорғаушы керек сияқты. Алаң болмаңдар. Мен тағы да қырағылық таныттым. Арқамнан қағатын ешкімнің жоғын қараш. Өзім қағайын. Сен? Саған алғыс айтқанымды қалайсың ба? Бірақ бұлай болмайды ғой. Ашығын айтайын, бұл пони күшті епті екен. Бұған қоса ол сиқыршы. Одан қалай асып түсем? Тоқтай тұрыңдар. Менің артықшылығым бар. Ол менің қанатым. Ал! Бұған қалай қарайсың? Сол да сөз болып па? Әлгі пони мақтауға тұрарлық, ол ерлік жасап жүр. Сиқырдың көмегімен бөгетті жөндегеніне таң қалдым. Ол үшін ерекше білімді болуың керек, солай ғой. Ол біздің қауіпсіздігімізді ойлайды. Киімін көрдіңдер ме? Керемет. Меніңше ол сән әлемінің жұлдызы. Оның үстіне өзі сондай қарапайым, ісіне қарабақ бағалауға болады. Керемет. Мен бұнымен келіспеймін. Ол сен айтқандай керемет емес. Ол Мен бұлай деген жоқпын. Меніңше біреу қызғанатын сияқты. Кім, мен бе? Рейнбоу Дэш қызғанып жатыр. Бұлай деп жазба, Спайк! Қане түзейін. Рейнбоу Дэш қатты қызғанып жатыр. Мейлі, күліңдер. Одан мүлде кем түспейтінімді дәлелдеген кезде мен күлермін. Жоқ, мен ол қорғаушыдан асып түсемін. Бұл жерде бәрі дұрыс. Өкінішті-ақ. Автобуспен бесік арбалар ылғи осы төбеден түсіп кетеді. Бірақ керек кезінде бұл жерде ештеңе таппайсың. Қас қылғанда еш жерде табиғи апат болып жатқан жоқ. Барлық жерде бәрі ойдағыдай болса, қабілетімді қалай көрсетпекпін? Тоқтаңыз, Смит әжей. Көлгірсімей-ақ қойыңыз, Смит әжей. Сіз қиын жағдайға ұшырадыңыз. Не дейсің? Қазір батыл сияқтысыз, бірақ олай көрінудің қажеті жоқ. Мен сізге қазір көшеден өтуге көмектесемін. Негізі бұл өзімнің де қолымнан келеді. Алаң болмаңыз. Сіз өте сенімді қолдасыз. Жетер енді. Қой деймін. Міне, сіз аман есенсіз. Батыл қаһарманды аздап мақтап қою керек. Сіз солай ойламайсыз ба? Маған көшеден өтудің қажеті жоқ еді ғой. Енді қайтадан баруым керек. Біреу қиындыққа ұшыраған сияқты. Мен сізге көмектесейін, ханым. Қауіп төндірмеу үшін ана жаққа баруларыңызды өтінемін. Ендігі жетпеген осы еді. Рахмет. Менің әрекетімді қалай бағалайсыз? Бұл таңғаларлық әрекет емес пе? Дабырағылып тұрған жоқсың ба? Өтінем айтыңызшы, таңғаларлық әрекет жасадым ба, жоқ па? Таңғаларлық әрекет жасадың. Және ең қызығы? Қараңыз.
байқадым. Мен бұл көгалды құтқардым. Неден? Арам шөптерден. Олар мына көгалды құртпақшы болды. Бос сөз. Бұл бекер болды. Ай. Мен кімді алдап жүрмін? Әлгі жұмбақ қорғаушы ананы істеді, мұнаны істеді деп бәрі айта береді. Ал менші, олар мені тез-ақ ұмытып кетіпті. Мүмкін, мен өзгерген шығармын. Денем жылтырап, жалым желбіреп тұр, тұяқтарым керемет. Жоқ, мен бұрынғыдай көріктімін. Олар қателеседі. Бірақ, мен неге үнемі жалғызбын? Мен жалғыздықты ұнатпаймын. Ей, Рэмбоу Дэш! Біліп едім. Кешірім сұрамай-ақ қой, Скуталу. Бәрі қателік жасайды. Қателік? Қандай? Тоқтай тұр. Сен мұнда не істеп жүрсің? Сені шақыруға, бәріміз Понивилиядағы құпия қорғаушының құрметін ұйымдастыруға шеруге бара жатырмыз. Жоқ, жоқ. Менің жеке қалғым келеді. Жалғыз жүргенді ұнатам. Жарайды, кездескенше. Қарай көр. Мүмкін оған алғыс айтармын. Рахмет, бейтанышжан. Сен мені... Ей, тоқта, тоқта! Қаламыздың ұлы қаһарманы жұмбақ қорғаушының құрметіне арналған бірінші және жыл сайын болып тұратын мерекеге қош келдіңіздер. Ұлы қаһарман, солай ма? Бетпердені не үшін киесің? Пердесіз қалай жұмбақ болатыныңды көрейік. Не болып жатыр? Ұсталдың. Сонымен жұмбақ ханым, құпияңыз ашылды. Пинки? Бірақ... Твайлайт? Эпплджек! Бұл сендер ме? Я, Рейнбоу Дэш, бәріміз кезекпен болдық. Мен мұна тұяқтарымның көмегімен туристердің көлігін тоқтаттым. Мен сезгіштігімнің арқасында жұмысшыларды құтқардым. Кешіріңіздер. Ештеңе етпейді. Ал мен сиқырдың көмегімен бөгетті жөндедім. Ал мен бәрінің орнына ұшып жүрдім. Костюмдерді мен тіктім. Меніңше әдемі болған сияқты. Түсінсем бұйырмасын. Не үшін? Менің қаһарман болғанымды қаламайсыңдар ма? Әрине қалаймыз. Бірақ нағыз қаһарман мақтанбайды. Я, аздап мақтанғаным рас. Аздап? Жарайды, қатты мақтандым. Әрине сенің әрекеттерің мақтауға тұрарлық. Бірақ Мұны қайта-қайта айтудың қажеті жоқ. Я, одан да бәріміз бірге шоколадты торт жейік. Меніңше тақырыптан ауытқып кеттік. біз былай дегіміз келеді. Бір нәрсені өзгелерден артық істей алғаның жақсы, тек қарапайым болуды ұмытпағаның жөн. Бұл ақылға қонымды екен. Я, дұрыс айтасыңдар. Өзгелер менен асып түскенде қарапайым болған дұрыс. Мәселен, сендер сияқты. Меніңше, Селестия ханшайымға хат жазғаның дұрыс секілді. Болды дайын. Елес, жазушың ретінде Селестия ханшайымға хат жазып қойдым. Оныңа рахмет, Спайк. Бірақ хатты өзім жазғым келеді. О, қойсаңшы, мен бәрін жазып қойдым ғой. Жарайды, тыңдап көрелік.
Құрметті ханшайым. Сақтан, нағыз елес.